1941 жылдың жаз еді. Қазақтың кең даласында жатқан шағын ауылдың тіршілігі сырт көзге қарағанда өзгермегендей көрінетін. Таң ата мал дауысы естіледі. Әйелдер қазан асып, ер адамдар қора қопсысын реттеп жүреді. Балалар шаңға аунап асыр салады. Күн сайынғы өмір бір қалыппен өтіп жатқандай болатын. Бірақ сол жаздың ішінде елдің тағдырын қағайыратын ауыр күн келе жатқанын ол кезде ешкім толық сезіп үлгермеген еді. Ауылдың шет жағында ескілеу болса да таптаза, жинақы бір үй бартын. Сол үйде Бауыржан, жары Толқын, 10 жасар қызы Майра және 2 жасқа енді толған кішкентай ұлы тұратын. Ұлдың аты Мырзабек еді. Үй ішіндегі тіршіліктің көбіне Майра да араласып кеткен. Жасына қарамай, қолынан іс келетін, сөзге де салмақпен қарайтын қыз болатын. Басқа балалар секілді, таңнан кешке дейін асыр салып ойнауға зауқы соға бермейтін. Әсіресе соңғы кезде анасына көбірек көмектесіп, інісін де жиі өзі бағып жүретін. Сол күні таңертеңде Майра ерте оянды. Пешке от жағып, сырттан су алып кіріп, анасына көмектесе бастады. Толқын қазанның қасында жүріп, бірдеңе ойлап тұрғандай үнсіз еді. Әдетте қызымен сөйлесіп, «Мынаны әкел, ананы ұстап тұр» деп отыратын. Бұл жолы тіпті басқаша. Сөз аз, көзі алаң. Үйдің іші де біртүрлі. Түсініксіз тыныштық бар. Майра анасының түріне бір қарап ақ, көңілінде бірдеңе барын сезді. Бірақ сұрамады. Өйткені соңғы 2 күннен бері ауыл арасында бір әңгіме көбейіп кеткен. Біреу ауданнан жаман хабар келіпті дейді. Біреу шекара жақта тыныштық жоқ дейді. Бірақ нақты не екенін ешкім ашып айта алмай жүрді. Елдің іші елегізіп тұрған. Түс ауа ауылдың ортасына адам жинала бастады. Бір жақтан асығыс келген кісі ауыл кеңсесіне кіріп кеткен соң, жұрттың бәрі әлде бір ауыр сөзді күткендей тына қалды. Үлкендер үнсіз. Әйелдердің көбі іштей жамандықты сезгендей қабағы түсіп кеткен. Көп ұзамай сол қорқынышты сөз айтылды. Соғыс басталыпты. Бұл хабарды естіген сәтте ел іші астан-кестең болды деп айтуға да болмайтын еді. Айқайлап, шулап кеткен ешкім жоқ. Керісінше, бәрі ішінен сілейіп қалғандай болды. Кейде адамға ауыр қайғы айқаймен емес, дәл осындай меңіреу үнсіздікпен келеді. Сол үнсіздік бүкіл ауылдың үстіне түскендей еді. Кешке қарай Бауыржан үйге оралғанда оның жүзінен бәрі көрініп тұрды. Ол үйге кіріп, табалдырықтан аттай бере, баяғыдай дауысын шығарып балаларды еркелеткен жоқ. Үстіндегі киімін жайлап шешіп, төрге жақын жерге отырды да, ұзақ үнсіз қалды. Толқын оның жүзінен ақ сұрамай түсінгендей болды. Бірақ бәрібір аузына сөз түспей, бір сәттен кейін ғана әрең тіл қатты. Не болды? Бауыржан ауыр күрсінді. Даусы да бұрынғыдай нық шықпады. Соғыс басталыпты. Осы 3-ақ сөз үйдің ішін бірден суытып жіберді. Толқынның ерні дірілдеп, көзіне жас толды. Ол бұған дейін іштен сезіп жүрген қорқынышын енді нақты естіді. Бауыржан болса әйеліне емес, алдымен қызына қарады. Майра бұрышта үнсіз тұр екен. Кішкентай Мырзабек ештеңе түсінбей, жерде ағаш қасықпен ойнап отыр. Майра әкесінің жүзіне қарап ұзақ тұрды. Соғыс дегеннің не екенін толық түсінбесе де, бұл сөз енді олардың өмірін өзгертір жіберетінін жүрегімен сезді. Баяғы жай күндер енді қайтып келмейтіндей көрінді. Сол кештен кейін ауыл ішінде мүлде басқа тіршілік басталды. Адамдар бұрынғыдай жай сөйлеспейтін болды. Әр үйде күбір-күбір әңгіме, әр шаңырақта бір уайым. Ер адамдарды майданға қашан алады деген сөз күн сайын күшейіп тұрды. Біреулер, бәлкім жас үлкендерді алмайтын шығар, деп өздерін жұбатса, біреулер соғыс ұзаққа бармас деп үміттенді. Бірақ іштерінде ешкім сенімдемес еді. Бауыржан бұрынғыдан да көп ойланып кетті. Күндіз сыртқы шаруасын жасап жүрсе де, ойы басқа жақта. Кейде балаларға қарап отырып, көзін тайдырып әкетеді. Кейде түн ортасында далаға шығып кетіп, ұзақ тұрып қалады. Майра мұның бәрін байқап жүрді. Ол әкесінің не туралы ойлап жүргенін нақты білмесе де, жүрегінде бір ауырлық барын түсінді. 3-ші күні күткен хабар да келді. Бауыржанды майданға шақырды. Ол қағазды қолына алған сәтте үнсіз қалды. Өзі мұны күткен. Соған дайындалғанда сияқты. Бірақ адам күткен нәрсе келсе де, бәрібір жүрекке жеңіл тимейді екен.
Толқын сол сәттен бастап мүлде өзгере кетті. Жылап өз-өзіне келе алмады. Ас судан қалды. Бауыржанның көзінен таса кетпей, қайта-қайта бір нәрсе айтқысы келеді, бірақ сөз таба алмайды. Қорқынышы тым үлкен еді. Ал Майра болса сырттай сабырлы көрінді. Бірақ оның да ішкі дүниесі аласабыран еді. Тек ол анасы секілді жыламады. Бір түрлі тез есейіп кеткендей болды. Әкесі енді кететінін, демек үйде көп нәрсе өз мойнына түсетінін анық сезді. Аттанатын күн таяғанда үй іші тым-тырыс болып қалды. Таңертең ерте Бауыржан жолға жиналды. Киімін киіп, азын-аулақ затын дорбаға салды. Әр қимылы байыппен. Асығыс емес. Бірақ сол байсалдың астында қанша қимастық жатқанын тек өзі ғана білетін. Толқынның денесі сыр бере бастаған еді. Жылап-жылап титықтап қалған ба? Әлде уайым денсаулығына әсер етті ме? Сол күні орнынан дұрыс тұра алмады. Басы айналып, жүрегі айнып, өңі қашып кетті. Сондықтан Бауыржанды ел секілді ауыл шетіне дейін шығарып салуға да шамасы келмеді. Бұл оның жанын одан сайын қинады. Күйеуін құшақтап шығарып салғысы келбеді, бірақ денесі тымдамады. Бауыржан әйелінің қасына отырып, бір сәт үнсіз қарады. Оның көзінде де мұң бар, бірақ өзі мықты болуға тырысып отыр. Жылай берме, деді ақырын. Балаларға қара. Мен аман келуге тырысам. Толқын басын изегенімен көз жасын тоқтата алмады. Ол күйеуінің қолынан ұстап, жібергісі келмегендей қашытты қысып отырды. Бірақ уақыт күтпейді. Майданға баратын еркектер жиналатын кез жақындап қалған. Бауыржан орнынан тұрып, есікке қарай беттеді. Сол кезде Майра оның жолын тосып тұрғандай болды. Кішкентай ғана қыз, бірақ көзі үлкен, сабырлы. Әкесі оның иығына қолын қойды. Майра, бері келші. Қыз жақындады. Сен енді анаңа көмектесесің. Мырзабекті қара. Үйде еркек жоқ деп еңсеңді түсірме. Мен жоқта осы үйдің бір тірегі өзің боласың. Майра көзін тайдырмай тыңдап тұрды. Жақсы әке. Анаңды ренжітпе. Інінді тентектетпе. Қолыңнан келгеннің бәрін істе. Майра басын тағы изеді. Бірақ осы жолы даусы анық, нық шықты. Уайымдамаңыз. Біз шыдаймыз. Сіз тек аман келіңіз. Бұл сөзді естігенде Бауыржанның жүрегі шым ете түсті. 10 жасар қыздың аузынан мұндай салмақты сөз естимін деп күтпеген еді. Ол қызын құшағына тартып, маңдайынан ұзақ сүйді. Ақылдым менің. Ерте есейіп кеттің ғой. Майра сол сәтте көз жасын әзер тыйып тұрды. Бірақ бәрібір жыламады. Ол әкесінің дәл қазір өзін емес, үйдегілерді ойлап кеткенін түсінді. Сондықтан өз мұңын көрсеткісі келмеді. Сіз де қорықпаңыз, әке, деді ол жай ғана. Біз сізді күтеміз. Бауыржан осы сөзден кейін басын изеді. Артына бір рет бұрылып, үй ішіне көз тоқтатты. Аурушаң күйде жатқан әйелі, есік алдында тұрған қызы, ештеңеден бейхабар кішкентай ұлы, бәрін көзіне мәңгіге сақтап алғысы келгендей ұзақ қарады. Сосын есіктен шығып кетті. Сол күн Майраның есінде өмір бойы сақталатындай болды. Әкесінің қарасын жоғалтқанша есік алдында тұрып қалды. Жүрегі әлденеден қысылып, аузына сөз түспеді. Жылауға да болмайтын сияқты. Өйткені үйге кірсе анасы жатыр. Кішкентай інісі бар. Енді өзі әлсіздік көрсетсе, бәрі бытырап кететіндей көрінді. Үйге кіргенде Толқын тіпті нашарлап кеткен еді. Өңі қуарып, маңдайы қызып жатыр. Басын көтеруге де шамасы жоқ. Майра сол сәтте-ақ бүгіннен бастап бала болуды қоятындай күйге түсті. Пешке өзі от жақты. Қазан асып, ботқа жасауға кірісті. Қолы үйренбегенімен анасының әр ісін байқап жүретін. Сондықтан қай қазанға не салу керек екенін шамалап білді. Ботқасы мінсіз шықпаса да жеуге жарады. Алдымен Мырзабекті тамақтандырды. Кішкентай бала әкесінің кетіп қалғанын да толық түсінбейді. Тек әке қайда? Дегендей анда-санда есікке қарай береді. Майра оның басынан сипап, назарын басқаға бұруға тырысты. Сосын өзі де асығыс қана 2-3 қасық алып анасына тамақ апарды.
Апа, аздап ішіп жіберіңізші. Толқын басын шайқады. Болмайды. Жүрегім айнып тұр. Даусы да әлсіз. Майраның іші мұздап кетті. Бұрын анасын мұндай халде көрмеген. Бірақ ол дауыстап қорықпады. Тек бір сәт ойланып тұрды да, мен емші атаға барамын деді. Сыртқа жүгіріп шыққан кезде оның жүрегі қатты соғып бара жатты. Ауылдағы ескі емші көпті көрген қария бар еді. Адамдар оны шөппен де сөзбен де емдейді деп сыйлайтын. Майра сол кісіні тауып алып, үйге ертіп келді. Қария толқынның тамырын ұстап, жүзіне қарап, біраз үнсіз отырды. Сосын сұрай бастады. Әйел адамның хәлін түсінетін адамша жай ғана әңгіме тартты. Біраздан кейін ғана бәрі белгілі болды. Толқын сырқат емес екен. Ол аяғы ауыр еді. Бұл хабарды естігенде Толқынның да, Майраның да көңілі бір түрлі күйге түсті. Бір жағынан қуаныш, үйге тағы бір сәби келеді. Екінші жағынан қорқыныш. Отағасы майданға кетіп қалды. Енді мына ауыр заманда тағы бір бала. Толқын жылап жіберді. Бірақ бұл жолы оның жасы тек қайғыдан емес еді. Ішінде қуаныш та, сағыныш та, қорқыныш та араласып кеткен. Қария оны жұбатып, аман есен босанасың, тек өзіңді күт деп айтып кетті. Сыртқа шыққанда Майра оның соңынан ерді. Қария қызға тоқтап қарап, жай ғана былай деді. Енді анаңа бұрынғыдан да көп қолғабыс боласың, қарағым. Бұл үйдің салмағы біраз уақыт сенің иығына түседі. Майра басын изеді. Ол мұны онсыз да түсініп тұрған. Сол күннен бастап ол шынымен басқаша өмір сүре бастады. Таңнан кешке дейін қолы босамайды. Анасын қарайды. Мырзабекті жұбатады. Үй шаруасын істейді. Ауыл балалары ойнап жүргенде де Майра көбіне үй маңынан ұзап кете алмайды. Бір қарағанда 10 жасар қыз емес. Осы үйдің кішкентай иесі секілді көрінетін. Айлар өте берді. Әкеден анда-санда хат келіп тұрды. Әр хат үй ішіне аз да болса жарық алып келетін. Бауыржан көп жазбайтын. Бірақ аманмын. Сендер аман болыңдар. Майра, анаңа қара. Мырзабекті сүйіп қой деген сөздер ақ бәріне күш беретін. Майра сол хаттарды анасына дауыстап оқып береді. Кейде өзі жалғыз қалғанда қайта оқиды. Әкесінің даусы хаттың ішінен естіліп тұрғандай болатын. Уақыт өте, Толқынның іші де үлкейе түсті. Күн сайын Майраның иығындағы жүк ауырлап бара жатты. Бірақ ол шағымданған жоқ. Өзінің шаршағанында, балалық шағының тез өтіп бара жатқанында ойлауға мұршасы болмады. Ақыры күндердің бір күнінде үйге тағы бір сәби келді. Толқын ұл босанды. Майра кішкентай нәрестені қолына алғаш алған кезде жүрегі елжіреп кетті. Осы кішкентай жанның өмірге келгені қиын күндердің ортасындағы бір жарық секілді көрінді. Атын кім қоямыз деген сұрақ шыққанда, Майра бірден жауап берді. Бауыржан болсын. Толқын қызына ұзақ қарады. Сосын көзін төмен түсірді. Қарсы болмады. Әкең аман келсе, үйде 2 Бауыржан болады, деді Майра балалық сеніммен. Ол сөзді соншалық анық, сеніммен айтқан еді. Толқын да соған сенгісі келді. Осы үмітпен күн кешу ғана оларды түк ұстап тұрған. Солайша, соғыс енді бұл шаңыраққа тек алыс майданнан келген жаман хабар емес, күнделікті өмірдің өзіне айналып үлгерген еді. Бірақ осы үйде бір нәрсе әлі сынбаған болатын. Ол күту. Әкені күту. Аман оралады деген үміт. Және сол үміттің ең үлкен иесі 10 жасар Майра еді. Бауыржан кеткен күннен кейін үйдің іші мүлде өзгеріп кетті. Бұрын қарапайым тіршілікпен өтіп жатқан күндер енді ұзарып кеткендей көрінетін. Таң атады, бірақ бұрынғыдай жарық сезілмейді. Кеш батады, бірақ тыныштық ауыр. Толқын босанғаннан кейін әлсіреп қалған еді. Жас бала қолында, денсаулығы да толық қалпына келмеген. Кей күндері орнынан тұруға да шамасы жетпейді. Осындай кезде бүкіл үйдің тіршілігі Майраның мойнына түсті. 10 жасар қыз енді таңмен бірге тұрып, кешке дейін тыным таппайтын болды. Пеш жағады, су тасиды, тамақ істейді, інісін көтеріп тербетеді. Мырзабек те әлі кішкентай, ол да үнемі көңіл бөлуді қажет етеді. Ал жаңа туған сәби түнде жиі жылайды. Кейде Майра түн ортасында оянып кетеді. Бір қолында кішкентай Бауыржан,
Екінші жағында анасы әлсіз күйде жатыр. Үйдің іші қараңғы. Тек пештің шоғы ғана жылт-жылт етеді. Сол сәтте ол өзінен өзі сыбырлап қояды. Әке, тезірек келіңізші. Бірақ жауап жоқ. Тек тыныштық. Сол күндерде ауылдың да тіршілік өзгерген. Ер адамдардың көбі майданға кеткен. Қалғандары қарттар мен жас балалар. Әйелдер ауыр жұмыстың бәрін өздері істеп жүр. Колхозда да қол жетіспейді. Әр үй өз бетінше күресіп жатқандай. Майра кейде сыртқа шығып басқа балаларға қарайды. Олар ойнап жүр. Бірақ ол жаққа бармайды. Бір сәт қараған соң қайта үйіне кіреді. Оның өмірі басқа еді. Ол енді бала емес. Бір күні түстен кейін анасына тамақ беріп отырғанда Толқын кенет сөйледі. Майра, иә апа, сен шаршап жүрсің ғой. Майра басын шайқады. Жоқ. Өтірік айтпа, деді Толқын әлсіз жымиып. Көздерінен көрініп тұр. Майра үндемеді. Ол расында шаршаған. Бірақ оны айтуға болмайтындай көрінді. Әкең кеткенде, сен бірден өсіп кеткендей болдың, деді Толқын. Бұл сөз Майраға ауыр тиді. Мен жай ғана көмектесіп жүрмін. Толқын қызын ұзақ қарап отырды. Сен бізді ұстап тұрсың, қызым. Майра бір сәтке көзін тайдырды. Ол мұндай сөз естимін деп ойламаған. Сол күннен бастап ол өзіне одан сайын жауапкершілік жүктегендей болды. Күн сайын хат күтетін болды. Пошташы ауылға келген сайын оның жүрегі дүрсілдеп кетеді. Біздің үйге бұрылам екен, деп терезеден қарап тұрады. Кейде хат келеді, кейде жоқ. Хат келген күн мереке сияқты. Майра конвертті қолына алып, оны бірден ашпайды. Алдымен анасының қасына барып отырады. Сосын ғана ақырын ашады. Әке жазыпты. Осы сөздің өзі ақ үйдің ішіне жылу әкелетін. Бауыржан көп жазбайды, бірақ әр сөзі маңызды. Аманмын. Сендер аман болыңдар. Майра, анаңа қара. Мырзабекті тентектетпе. Кішкентай Бауыржанға мен үшін иіскеп қой. Майра осы жолдарды оқығанда даусы бір сәтке дірілдеп кетеді. Бірақ өзін ұстайды. Анасы жылап отырса да, өзі сабырлы болуға тырысады. Кейде ол хатты бірнеше рет оқиды. Әр сөзін жаттап алғандай. Түнде жалғыз қалған кезде де сол хатты қайта оқиды. Қағазды сипап отырып, әкесінің қолын ұстап отырғандай сезінеді. Бірақ уақыт өте келе, хаттар сирей бастады. Алғашында ешкім мән бермеді. Майданда жағдай қиын шығар деп ойлады. Бірақ күндер өткен сайын үнсіздік көбейе берді. Бір апта өтті, сосын тағы бір апта. Хат жоқ. Майра күн сайын күтіп жүр, бірақ ештеңе өзгермейді. Толқын да бұрынғыдан бетер алаңдай бастады. Көзіне ұйқы ілінбейді. Кейде түнде оянып, бір нүктеге қарап отырады. Бірдеңе болған жоқ па екен, деп сыбырлайды. Майра бірден жауап береді. Жоқ, әке аман. Ол бұл сөзді соншалық сеніммен айтады, өзі де сеніп кеткісі келеді. Бірақ жүрегінің түбінде бір қорқыныш пайда бола бастаған. Сол күндердің бірінде Майра сыртта су тасып жүріп, алыстан келген поштаны көрді. Жүрегі тағы да зу ете қалды. Ол шелегін тастай салып жүгіріп барды. Біздің үйге хат бар ма? Пошташы басын шайқады. Жоқ, қызым. Осы бір сөз Майраға ауыр тиді. Бірақ ол ештеңе демеді. Тек басын изеп, қайта үйіне қарай жүрді. Жолда келе жатып, алғаш рет көзіне жас келді. Ол жыламауға тырысты. Бірақ ішіндегі үміт сәл ғана әлсірегендей болды. Сол кеште ол тағы да сыртқа шықты. Аспанға қарады. Жұлдыздар баяғыдай жымыңдап тұр. Бәрі бұрынғыдай сияқты. Тек олардың өмірі ғана өзгеріп кеткен. Әке, деді ол сыбырлап. Сіз амансыз ба? Жауап жоқ. Бірақ ол күте берді. Өйткені басқа амал жоқ еді. Ал сол сәтте ол әлі білмейтін бір шындық бар еді. Олардың өміріндегі ең ауыр күндер әлі алда болатын. Уақыт баяу, бірақ тоқтаусыз өтіп жатты. Күндер бір-біріне ұқсап созылып кеткенде көрінеді. Таң атады, кеш батады. Бірақ Майра үшін олардың айырмасы азайып кеткен.
Әр күн жұмыс, күтім және күту. Ең қиыны күту еді. Алғашқы айларда хаттар анда-санда болса да келіп тұрған. Әр хат үйдің ішіне жарық алып келетін. Майра сол хаттарды ерекше күтетін. Пошташы ауылға кірген сайын жүрегі зу етіп терезеге жүгіретін. Кейде хат бар, кейде жоқ. Бірақ бар деген күндердің өзі оларды ұстап тұрған үміт еді. Бауыржан көп жазбайтын. Бірақ оның әрбір сөзі тірек болатын. Аманмын деген бір ғана сөздің өзі жеткілікті еді. Майра сол сөзді 100 рет оқыса да жалықпайтын. Тіпті кейде дауыстап емес, ішінен ғана қайталап отыратын. Әкесінің даусы құлағына естіліп тұрғандай болатын. Бірақ уақыт өте келе, хаттар сирей бастады. Алғашында ешкім мән бермеген. Майданда жағдай қиын шығар, уақыты болмай жүрген шығар деп өздерін жұбатты. Бірақ күндер өте берді. Бір апта өтті, сосын тағы бір апта, сосын бір ай. Хат жоқ. Майра бұрынғыдай әр келген поштаны күтіп жүр. Бірақ енді күту басқа сезімге айналып кеткен. Бұрын үміт басым болса, енді қорқыныш араласа бастады. Толқын да күннен күнге мазасызданып бара жатты. Көзінің асты қарайып кеткен. Ұйқысы бұзылған. Кейде түн ортасында оянып, ұзақ уақыт бойы төбеге қарап жатады. Кейде үнсіз отырып қалады. Бірдеңе болған жоқ па екен, дейді өз-өзіне сыбырлап. Майра мұны естіп қалады. Жоқ, әке аман, дейді бірден. Ол бұл сөзді өзіне де, анасына да сендіру үшін айтады. Бірақ іштей ол да күмәндана бастаған. Көктем келді. Қар еріп, жер бусанып, ауыл қайта тірілгендей болды. Бірақ бұл тіршілік олардың ішіндегі ауырлықты жеңілдете алмады. Керісінше, уақыт өткен сайын күту қиындай түсті. Бір күні Майра су тасып келе жатып, поштаны тағы көрді. Әдеттегідей жүгіріп барды. Біздің неге хат бар ма? Пошташы тағы да басын шайқады. Жоқ, қызым. Бұл сөз енді оған үйреншікті болғанымен, әр жолы жүрегін ауыртатын. Майра ештеңе демей, шелегін алып кері бұрылды. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай бірден үйге кірмеді. Аулаға жетіп, шелекті қойып, бір сәт тоқтап қалды. Көзіне жас келді. Ол алғаш рет оны тыя алмады. Бірақ жылаған жоқ. Тек үнсіз тұрды. Сол күннен бастап ол өзгере бастады. Бұрын үмітпен күткен қыз енді іштей дайындала бастағандай болды. Неге дайындалып жатқанын өзі де білмейді. Бірақ бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезеді. Толқында бұрынғыдан әлсіреп кеткен. Кішкентай баланы қарап, үй шаруасын жасау оған қиынға соғып жүр. Кей күндері тіпті орнынан тұруға шамасы болмай қалады. Сол кезде Майра бәрін өзі істейді. Таңнан кешке дейін қолы босамайды. Кішкентай Бауыржанды көтеріп, бір қолымен жұмыс істейді. Мырзабек те әлі толық көмекші бола алмайды. Бір күні кешке Майра от жағып отырғанда, анасы жай ғана айтты. Қызым, иә апа, егер әкең... Ол сөзін аяқтай алмайды, Майра бірден тоқтатты. Олай айтпаңыз. Даусы қатты шықты. Толқын үнсіз қалды. Бұл сөзді екеуі де айтқысы келмейтін. Сол түні Майра тағы да сыртқа шықты. Аспанға қарады. Жұлдыздар баяғыдай, ештеңе өзгермегендей. Бірақ оның ішінде бәрі өзгеріп кеткен. Әке, деді ол сыбырлап. Біз сізді күтіп отырмыз. Жауап жоқ. Тек желдің сыбыры ғана. Күндер өте берді, сосын айлар, сосын жылға жақындады. Хат жоқ. Бір күні ауылға тағы бір арба келді, бұрынғыдай. Ат жегілген. Үстінде екі адам отыр. Мұндай арбаларды бәрі танитын болды. Бұл майданнан келгендер. Кейде тірі, кейде соңғы рет. Ауыл адамдары алыстан қарап тұрды. Ешкім жақындауға асықпайды. Әркімнің ішінде бір сұрақ. Кімге келеді? Майра да қарап тұр. Жүрегі қатты соғып кетті. Бірақ бұл жолы арба олардың үйіне бұрылған жоқ. Ол басқа үйге кетті. Бір сәттен кейін сол жақтан айқай шықты. Әйелдің даусы. Жылау. Сол сәтте Майраның денесі дір ете түсті. Ол бәрін түсінді. Бұл қара қағаз келген үй. Ол үнсіз тұрып қалды. Сосын жайлап үйіне кірді. Сол кеште ол алғаш рет қатты қорықты.
Өйткені ол бір нәрсені анық түсінді. Соғыс тек алыста емес, ол осы ауылдың ішінде. Әр үйдің есігінің алдында тұр. Және бір күні ол олардың есігінде қағуы мүмкін. Сол түнде Майра ұйықтай алмады. Жанында жатқан кішкентай інісінің тынысын тыңдап жатты. Анасын да естіп жатыр. Бірақ ешкім сөйлемейді. Себебі әрқайсысы бір ғана нәрсені ойлап жатыр. Ертең не болады? Ал жауап жоқ. Бірақ күту жалғасады. Өйткені басқа жол жоқ. Күндердің бір күні бәрін өзгертіп жіберді. Таң әдеттегідей атты. Майра ерте тұрып, пеш жағып, су тасып, балаларды қарады. Сырт көзге бәрі бұрынғыдай көрінгенмен, үйдің ішіндегі ауыр күту бұрынғыдан да қоюланып кеткен еді. Әсіресе соңғы апталарда хаттың мүлде келмеуі олардың ішіндегі үмітті әлсірете бастаған. Түс ауа ауыл жақтан аттың дүбірі естілді. Мұндай дыбысты соңғы кезде ешкім елемейтін болды. Өйткені әр келген арба, әр келген ат жаңа бір хабар әкелетін. Бірақ сол хабардың жақсысы аз, жаманы көп еді. Сондықтан адамдар бұрынғыдай жүгіріп шықпайтын болды. Көбі ішінен ғана бізге болмаса екен деп тілейтін. Сол күні де дәл солай болды. Ауылдың ортасына бір ат мінген адам келіп тоқтады. Қолында сөмкесі бар. Пошташ емес. Киіміне қарағанда әскери адам. Мұндай адамдар әдетте тек бір себеппен келеді. Майра бұл дыбысты естігенде бірден тоқтап қалды. Қолындағы шелегі жерге тиіп кетсе де байқамады. Жүрегі бірден зу ете қалды. Бізге емес, бізге емес. Ол ішінен қайталай берді. Бірақ әлгі адам тура олардың үйіне қарай бет алды. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Майра қозғала алмады. Тек қарап тұр. Аяғы ауырлап кеткендей. Жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұр. Есіктің алдына келгенде әлгі адам аттан түсті. Бір сәтке үнсіз тұрды. Сосын есікті қақты. Бұл дыбыс Майраның жүрегін қақ айырғандай болды. Іштен толқынның әлсіз даусы естілді. Кім? Есік ашылды. Әскери адам басын сәл иіп тұр. Сәлеметсіз бе? Деді баяу. Даусының өзінде ауырлық бар. Майра сол жерде тұрып қалды. Ештеңе ести алмай қалғандай. Бірақ бәрін түсініп тұр. Әлгі адам қолындағы қағазды созды. Толқын оны алды. Қағазды ашуға да қорқып тұр. Қолдары дірілдейді. Бір сәттен кейін ғана ашты. Көзімен жүгіртіп өтті. Сол сәтте оның жүзі өзгеріп кетті. Жоқ, деген дауыс шықты. Бұл жанның ішінен шыққан дауыс еді. Ол бірден отыра кетті. Қағаз қолынан түсіп қалды. Майра жүгіріп келді. Апа, не болды? Толқын жылап жатыр. Сөз айта алмайды. Жоқ. Жоқ. Майра жердегі қағазды көтеріп алды. Ол оқи бастады. Әр әріп жүрегіне қадалып жатқандай. Бауыржан. Ауыр жараланып. Госпиталь. Жағдайы. Ол ары қарай оқи алмады. Бірақ ең бастысы түсінікті болды. Әкесі тірі. Бірақ ауыр жараланған. Майра бір сәтте көзін жұмды. Көзіне жас келді. Бірақ ол жыламады. Себебі бұл қара қағаз емес. Бұл үміт. Апа, деді ол жай ғана. Әке тірі. Толқын басын шайқады. Жараланған. Қалай? Не болды? Даусы дірілдеп тұр. Ол қағазды қайта-қайта оқып жатыр. Әр жолын түсінгісі келгендей. Сол күні үйдің ішінде жылау мен үнсіздік араласып жатты. Бір жағынан қуаныш, тірі екен. Екінші жағынан қорқыныш. Қандай кейде? Келесі күндер ұзақ өтті. Енді олар хат емес, адам күтетін болды. Күн сайын жолға қарайды. Күн сайын бір дыбыс естілсе, селк етіп қалады. Майра да толқында бір ғана нәрсені ойлайды. Қалай оралады? Сол сұрақтың жауабы көп күттірмеді. Бір күні түстен кейін ауылдың шет жағынан тағы бір арба көрінді. Бұл жолы бәрі басқаша болды. Майра алыстан ақ сезді. Жүрегі тағы да дүрсілдеп кетті. Арба жақындап келеді.
тура олардың үйіне. Бұл жолы ешкім тоқтата алмады. Ол жүгіріп шықты. Арба келіп тоқтады. Үстінде 2 адам. Бірі жүргізуші, екіншісі жатыр. Денесі бинтпен оралған. Беті де таңылған. Қолдары күйік шалғандай. Көзінің орнында жабық қабақ. Майра бір сәтке дем ала алмай қалды. Бірақ жүрегі таныды. Әке? Даусы сыбыр сияқты шықты. Жатқан адам басын сәл бұрды. Майра, сен бе? Сол сәтте бәрі анық болды. Майра жүгіріп барып, оны құшақтап алды. Әке, сіз келдіңіз. Даусы жылауға толы. Бірақ бұл жылау қорқыныштан емес. Бұл күткен адамның оралғанына деген қуаныш. Бауыржан да қызын құшақтады. Әлсіз, бірақ бар күшімен. Қызым. Майра оның жүзін сипап өтті. Күйік. Өзгерген бейне. Бірақ ол үшін бұл маңызды емес еді. Әкесі тірі. Сол жеткілікті. Осы кезде есіктен толқын шықты. Ол тоқтап қалды. Алдында тұрған адам күйеуі. Бірақ бұл бұрынғы Бауыржан емес. Жүзі күйген. Көзі көрмейді. Денесі әлсіз. Толқынның жүрегінде бір сәтте бәрі араласып кетті. Қуаныш, қорқыныш, түсінбеу. Ол бір қадам алға басты. Бауыржан, мен келдім. Даусы баяу шықты. Толқын жақындады. Бірақ құшақтай алмады. Қолы ауада тоқтап қалды. Сол сәтті Майра көріп тұрды. Жүрегі тағы да ауырды. Бірақ ештеңе демеді. Себебі ол түсінді. Бұл тек бастамасы. Ал нағыз ауыр кезең енді басталады. Сол күні үйдің ішіне тағы бір тыныштық кірді. Бірақ бұл жолы ол басқа еді. Бұл жаңа өмірдің алдындағы тыныштық еді. Бұрынғы өмір аяқталды. Енді бәрі басқаша болады. Ал Майра соны жүрегімен сезіп тұрды. Бауыржанның үйге оралуы сырттай қарағанда үлкен қуаныш сияқты еді. Бірақ күндер өте келе бұл қуаныштың астында қаншалық ауыр сынақ жатқанын бәрі сезіне бастады. Бұрын бұл үйде әкенің даусы естіліп, әр ісінде сенімділік байқалатын болса, енді сол адамның әр қимылы баяу, әр әрекеті сақ, әр қадамы белгісіздікке толы болып қалған еді. Ол бұрын үйдің тірегі болса, енді сол үйдің ішінде өз орнын таба алмай жүргендей күй кешті. Таңертең тұрғаннан бастап кешке дейінгі әрбір іс оған қиындық туғызатын. Қарапайым ғана нәрселердің өзі енді оған күрделі болып көрінетін. Қай жерде не тұрғанын білмейді. Бір затты алу үшін бірнеше рет сипап іздейді. Кейде таба алмай қалады. Кейде қолынан түсіріп алады. Кейде бір нәрсеге соғылып кетеді. Осындай сәттерде ол ештеңе демегенімен, ішінен қалай қиналып тұрғанын Майра анық сезетін. Ол әкесінің әрбір қимылын бақылап, қай жерде көмектесу керек екенін алдын ала біліп тұратын. Бірақ көмекті де абайлап ұсынатын. Өйткені артық жанашырлық Бауыржанға одан сайын ауыр тиетінін түсінген. Ал Толқын болса, күйеуінің бұл күйіне үйрене алмай жүрді. Ол бұрынғыдай сөйлеспейді. Көзін көп уақыт күйеуіне тоқтатпайды. Қажет кезде ғана қысқа жауап береді. Кейде тіпті үндемей кетіп қалады. Оның ішінде не болып жатқанын өзі де түсінбейтін сияқты. Бір жағынан күйеуінің тірі келгеніне қуанышты, екінші жағынан оның қазіргі күйін қабылдау оған тым ауыр еді. Әсіресе Бауыржан тамақ ішіп отырғанда қасықты дұрыс ұстай алмай, тамақты төгіп алғанда, немесе суды шамадан көп құйып жібергенде, Толқынның жүзінде бір сәтке реніш пен шаршау байқалып кететін. Ол оны жасыруға тырысқанымен бәрібір көрініп қалатын. Ал Бауыржан мұны сезбей қалмайтын. Ол ештеңе демейді, тек қимылын одан сайын абайлап, баяулатып, өз-өзін ұстап жүруге тырысады. Бірақ дәл сол тырысу оның ішіндегі ауырлықты күшейтіп жіберетін. Бір күні кешкісін тамақ үстінде ол қасыққа көп алып қойып, ботқаның біразын үстелге төгіп алды. Сол сәтте Толқын еріксіз күрсініп жіберді. Бұл жай ғана дыбыс болса да, оның ішінде қанша шаршау мен ашу жатқанын Бауыржан бірден түсінді. Ол бір сәтке тоқтап қалды да, қасықты кішірек алып, асықпай жей бастады. Ештеңе демеді, бірақ сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Майра бұл көріністі көріп отырды. Оның жүрегі сыздап кетті.
Ол анасына қарап қалды, бірақ ештеңе айтпады. Себебі жағдайдың қаншалық қиын екенін өзі де түсініп тұрды. Сол түннен кейін Майра әкесіне бұрынғыдан да жақын бола бастады. Ол тек көмектесіп қана қоймай, әкесін әрекетке тартуға тырысты. Өйткені ол бір нәрсені анық түсінді. Егер Бауыржан өзін қажетсіз сезінсе, ол мүлде сынуы мүмкін. Сондықтан ол әр күні әкесіне жұмыс табуға тырысты. Бірде су әкелуді сұрайды, бірде ағаш сындыруға көмектесуін өтінеді. Бірде қораға бірге барады. Ол әдейі өзіне ауыр етіп көрсетеді. Мен көтере алмай тұрмын, маған көмектесіңізші деп. Сол арқылы әкесін іске араластырады. Бауыржан алғашында бұл көмектің шын екенін түсінбегендей болады. Бірақ уақыт өте келе, қызының оны әдейі әрекетке тартатынын сезеді. Бірақ оған қарсы болмайды, керісінше, ішінен ризашылық білдіреді. Өйткені сол сәттерде ол өзін қайтадан керек адам сияқты сезіне бастайды. Кейде ол өзі сұрайтын болды. Тағы не істейін деп. Бұл оның ішінде қайтадан бір күш пайда бола бастағанның белгісі еді. Бірақ үй ішіндегі жағдай әлі де ауыр болатын. Әсіресе толқынмен арадағы салқындық күннен күнге анық байқала түсті. Бұрынғыдай ерлі зайыпты арасындағы жылылық жоқ. Сөйлесу аз, көзқарас бөтен. Бір үйдің ішінде тұрғанымен екі бөлек әлем сияқты еді. Майра осының бәрін көріп жүр, бірақ ештеңе өзгерте алмайтынын түсінеді. Ол тек бір нәрсеге тырысады. Әкесін жалғыз қалдырмауға, оның жанында болуға, оны ұстап тұруға. Бір күні кешке ол әкесінің жанында отырғанда, Бауыржан жай ғана айтты. Майра, мен саған ауыр болып жүрген шығармын. Бұл сөз Майраның жүрегін ауыртты. Ол бірден жауап берді. Жоқ әке, олай айтпаңыз. Бірақ Бауыржан басын шайқады. Мен бәрін сеземін, деді баяу. Майра үнсіз қалды. Ол не айтарын білмеді. Себебі әкесінің айтқаны шындыққа жақын еді. Бірақ ол бұл шындықты қабылдағысы келмеді. Сол сәтте ол әкесінің қолын ұстап, жай ғана айтты. Сіз бізге керексіз. Бұл сөзді ол жүрегімен айтты. Ал Бауыржан сол сәтте ештеңе демеді. Бірақ оның ішіндегі қараңғылықтың ішінде бір кішкентай жарық пайда болғандай болды. Сол күннен бастап Майра үшін бір ғана мақсат қалды. Әкесін сындырмау. Ал бұл оңай болмайтыны анық еді. Өйткені ең ауыр күрес енді басталған болатын. Күндер өте берді, бірақ Бауыржанның ішіндегі ауырлық жеңілдеген жоқ. Керісінше, уақыт өткен сайын ол тереңдей түскендей болды. Сырт көзге ол үйдегі тіршілікке біртіндеп үйреніп келе жатқандай көрінетін. Қолмен сипап жүріп жол табады, заттардың орнын жаттап алады. Баяу болса да өз бетімен қозғала бастайды. Бірақ оның ішкі дүниесінде басқа бір күрес жүріп жатқан еді. Бұрынғы күшті, сенімді ер адам енді өзін әлсіз, біреуге тәуелді адам ретінде сезіне бастады. Бұл сезім оны күн сайын іштен жеп бара жатты. Әсіресе түнгі уақытта ол анық байқалатын. Бәрі ұйықтағанда ол ояу жатады. Тыныштықтың ішінде өз ойымен жалғыз қалады. Сол кезде өткен өмірі көз алдына келгендей болады. Бұрынғы күндері, даладағы еркін жүрісі, жұмыстағы белсенділігі, адамдардың құрметпен қарағаны, бәрі енді қол жетпейтін дүниеге айналғандай. Ол соларды ойлап жатып, кейде терең күрсініп қояды. Ал жанында жатқан Майра оның бұл күйін сезеді. Бірақ үндемейді. Өйткені кейбір ауырлықты сөзбен жеңілдету мүмкін емес екенін түсінеді. Ал күндізгі уақытта ол өзін ұстап жүруге тырысады. Артық сөйлемейді. Ешкімде ауыртпалық түсірмеуге тырысады. Бірақ дәл осы тырысу оның ішіндегі қысымды күшейте береді. Бір күні ол аулада жалғыз отырғанда қолымен топырақты уыстап отырды. Сол топырақты баяу сығып, қайта шашып отырды. Бұл қарапайым қимыл болса да, оның ішінде үлкен бір күйзеліс жатқандай еді. Дәл сол сәтте ол өзіне өзі сыбырлап айтты. Мен енді кіммін? Бұл сұраққа өзі де жауап бере алмады. Өйткені бұрынғы Бауыржан енді жоқ сияқты көрінді. Ал жаңа өмірдегі орнын әлі таба алмай жүрген. Осы кезде оның қасына Майра келді. Ол әкесінің жанында үнсіз отырып қалды. Біраздан кейін ғана жайлап сөйледі. Әке, ертең мен колхозға барамын. Бауыржан басын сәл бұрды. Жалғыз ба? Деді. Даусында алаң бар. Майра бірден жауап берді. Иә,
Бірақ сізбен бірге барсам деймін. Бұл сөзді ол әдейі айтты. Бауыржан бір сәтке үнсіз қалды. Мен не істеймін онда? Деді ол баяу. Бұл сұрақта сенімсіздік бар еді. Майра кідірмей жауап берді. Маған көмектесесіз? Бауыржан сәл жымиғандай болды. Бірақ бұл күлімсіреу күмәнмен аралас еді. Мен бе? Майра нық айтты. Иә, сіз? Сол сәтте оның даусы ерекше сенімді шықты. Бауыржан біраз ойланып отырды. Ол қызының бұл сөзінің артында не тұрғанын сезгендей болды. Бірақ қарсы болмады. Өйткені оның ішінде бір нәрсе қимылдағысы келіп тұрды. Келесі күні таңертең олар бірге жолға шықты. Майра әкесінің қолынан ұстап, баяу жетелеп келеді. Жол ұзақ, бірақ ол асықпайды. Әр қадамын түсіндіріп отырады. Алдымызда тас бар. Қазір оңға бұрыламыз. Осылайша әкесіне жолды сезінуге көмектеседі. Бауыржан үнсіз тыңдап келеді. Кейде басын изеп қояды. Колхозға жеткенде адамдар оларға қарап қалды. Біреулер таңданып, біреулер аяп, біреулер түсінбей тұр. Бірақ ешкім ашық ештеңе айтпады. Майра болса ешкімге қарамай өз жұмысын бастады. Әкесін де қасына алып жүр. Мына жерден шөп ал, мына жерге сал. Осылайша оны іске қосады. Бауыржан алғашында абайлап сенімсіз қимылдайды. Бірақ бірте-бірте үйрене бастайды. Қолымен сезіп қайда не істеу керегін түсінеді. Сол күні олар ұзақ жұмыс істеді. Кешке қайтқанда Бауыржан шаршаған. Бірақ оның ішінде бір өзгеше сезім бар еді. Ол ұзақ уақыттан кейін өзін бос отырмаған адамдай сезінді. Үйге келе жатқанда ол жай ғана айтты. Майра, бүгін жақсы болды. Бұл сөз қысқа болса да ішінде үлкен мағына бар еді. Майра да жымиып қойды. Бірақ ештеңе демеді. Өйткені ол әкесінің бұл сөзінің қаншалық маңызды екенін түсініп тұрды. Сол күннен кейін олардың өмірінде кішкентай болса да өзгеріс басталды. Бауыржан енді күн сайын бір нәрсе істеуге тырысады. Кейде өзі сұрайды, кейде Майра әдейі сұратады. Бірақ бұл сыртқы қозғалыстың артында әлі де шешілмеген ауырлық бар еді. Өйткені үй ішіндегі суықтық, әсіресе толқынның күйі өзгермеген. Ол бұрынғыдай күйеуіне жақындай алмайды. Оның әр қимылына ішінен тітіркенгендей болады. Бірақ оны жасыруға тырысады. Ал Бауыржан мұны сезіп жүр. Бірақ айтпайды. Ол тек үнсіз қабылдап жүр. Өйткені ол енді бір нәрсені анық түсінді. Бұл тек дененің жарасы емес. Бұл бүкіл өмірдің өзгеруі. Ал осы өзгерістің ішінде өз орнын табу. Оның ең үлкен күресіне айналған еді. Уақыт өте келе Бауыржанның сыртқы өмірге қайта араласуы біртіндеп үйреншікті нәрсеге айналғанымен, оның ішкі күресі тоқтаған жоқ. Күн сайын ол өзін жеңуге тырысады. Күн сайын бір қадам алға жылжуға күш салады. Бірақ әрбір қадам оған оңай тимейді. Кейде қарапайым ғана істің өзі оған ауыр соғып, іштей ашу мен реніш туғызады. Бірақ ол оны сыртқа шығармайды. Ішіне жұтып, үнсіз ғана алға жүреді. Ал Майра болса, әкесінің осы күресін жан тәнімен сезіп жүр. Ол оның әрбір әлсіреген сәтін байқайды. Бірақ оны аяп емес, керісінше әрекетке итермелеп ұстап тұр. Өйткені ол бір нәрсені анық түсінді. Егер әкесі тоқтап қалса, бәрі бітеді. Сондықтан ол күн сайын жаңа бір амал ойлап табады. Бірде өзін әлсіз етіп көрсетеді. Бірде әдейі ауыр жұмысты таңдайды. Бірде мен көтере алмаймын деп өтінеді. Осылайша Бауыржанды қимылға мәжбүрлейді. Ал Бауыржан алғашында мұның бәрін түсінбегендей болғанымен, уақыт өте келе қызының бұл әрекеттерін сезе бастайды. Бірақ оған қарсы шықпайды. Керісінше, сол арқылы өзін тірі сезінеді. Бір күні олар колхозда жұмыс істеп жүргенде күн қатты ысып кеткен еді. Адамдардың көбі шаршап, демалып отыр. Ал Майра тоқтамай жұмыс істеп жүр. Оның қолдары қажалып кеткен, иығы ауырып тұр, бірақ ол білдірмейді. Бауыржан оның тынысынан ақ шаршағанын сезеді. Майра, тоқтайық па? Деп сұрайды. Даусында алаң бар. Майра бірден жауап береді. Жоқ әке, тағы аз қалды. Ол бұл сөзді өзіне де, әкесіне де күш беру үшін айтады. Сол сәтте бір жақтан бір адамның сыбыры естілді. Қиналып жүр ғой, босқа өре. Бұл сөз қатты айтылмаса да, Бауыржанның құлағына анық жетті. Ол бір сәтке тоқтап қалды. Қолындағы шөбі қозғалыссыз қалды. Жүрегінің түбінде бір ауыр сезім пайда болды.
Дәл сол сәтте Майра бірден даусын көтерді. Әке, мына жаққа беріңізші. Ол әдейі ештеңе болмағандай сөйледі. Бауыржан қозғалды, шөпті берді. Тағы да беріңіз, деді Майра. Ол тағы қайталады. Осылайша ол әкесінің ойын басқа жаққа бұрды. Бірақ Бауыржан бәрін түсініп тұрды. Ол бұл сөздің мәнін ұқты. Бірақ үнсіз қалды. Өйткені ол енді адамдардың көзқарасын өзгерту оңай емес екенін білді. Сол күні кешке қайтып келе жатып, ол ұзақ уақыт үнсіз жүрді. Сосын ғана баяу сөйледі. Майра, мен саған қиындық болып жүрмін ғой. Бұл сөзді ол ауыр күрсініспен айтты. Майра бірден тоқтады. Жоқ әке, олай емес, деді нық дауыспен. Бірақ Бауыржан басын шайқады. Мен сеземін. Адамдардың қалай қарайтынын да, сенің қалай шашап жүргеніңді де. Майра үнсіз қалды. Бірақ бір сәттен кейін әкесінің алдына келіп, оның қолын ұстап, жай ғана айтты. Сізсіз мен ештеңе істей алмаймын. Бұл сөзді ол әдейі айтты. Ол әкесіне қажет екенін сездіру үшін айтты. Бауыржан бір сәтке үнсіз қалды. Сосын оның қолын қысып, онда бірге істейміз, деді. Осы сөздің өзінде оның ішіндегі күрестің жалғасып жатқанын. Бірақ ол берілмейтінін аңғаруға болатын еді. Сол күннен бастап, ол бұрынғыдан да белсендірек бола бастады. Кейде өзі жұмыс сұрайды. Кейде Майраға көмектесудің жолын іздейді. Адамдарды біртіндеп үйрене бастады. Бастапқыдағы аяушылықтың орнына енді құрметтің шаны пайда болды. Бір күні колхоз төрағасы келіп, олардың жұмысын көріп тұрды. Біраз бақылап болған соң жай ғана айтты. Жақсы істеп жатырсыңдар. Бұл қысқа сөз болса да, үлкен бағалау еді. Бауыржан басын изеді, ал Майра ештеңе демеді. Бірақ оның ішінде қуаныш пайда болды. Бұл олардың еңбегі босқа кетпегенінің белгісі еді. Бірақ сырттағы осы кішкентай жеңістерге қарамастан, үй ішіндегі жағдай әлі де өзгермеген. Толқын бұрынғыдай салқын, кейде тіпті тітіркенген кейде. Оның ішіндегі сезім күннен күнге алыстап бара жатқандай. Ол күйеуіне қарағанда бұрынғыдай мейіріммен қарай алмайды. Бұл Бауыржанға ауыр тиеді. Бірақ ол оны да үнсіз қабылдайды. Өйткені ол енді бір нәрсені түсінді. Бұл күрес тек сыртқы өмір үшін емес. Бұл күрес өз орнын табу үшін, өз қадірін жоғалтпау үшін. Ал осы күресте оның жанында тұрған жалғыз адам Майра еді. Және дәл сол қыз оның ең үлкен тірегіне айналған болатын. Уақыт өте келе, әке мен қыздың арасындағы байланыс бұрынғыдан да тереңдей түсті. Енді олар сөзсіз-ақ бірін-бірі түсінетін деңгейге жеткендей болды. Бауыржан қызын көрмесе де, оның әрбір қимылын, әрбір тынысын сезеді. Ал Майра әкесінің көңіл күйін оның даусынан аңғарады. Қашан ол әлсіреп қалғанын, қашан ойға батып кеткенін, қашан бір нәрсе мазалап тұрғанын дәл табады. Осындай үнсіз түсіністік олардың өміріндегі ең үлкен тірекке айналды. Өйткені сырттағы ауыр тіршілік пен үй ішіндегі салқындықтың ортасында олар тек бір-біріне ғана сүйене алатын еді. Күн сайынғы тіршілік бұрынғыдай ауыр болғанмен, енді олардың ішінде бір кішкентай тұрақтылық пайда болған. Таң атады. Майра тұрады, үй шаруасын істейді, әкесін оятады, сосын екеуі бірге сыртқа шығады. Бұл олардың күнделікті әдетіне айналған. Жолда көп сөйлеспейді, бірақ сол үнсіздіктің өзінде жылылық бар. Кейде Бауыржан жай ғана сұрайды. Қазір қай жерде тұрмыз? Майра сабырмен түсіндіреді. Ауылдың шетінде. Қазір қораның жанынан өттік. Алдымызда жол тегіс. Осылайша ол әкесіне тек жолды ғана емес, өмірді де қайта сезінуге көмектесіп жүргендей еді. Бір күні олар тоқтап қалған кезде, Бауыржан топырақты қолымен ұстап көрді де, баяу ғана айтты. Бәрі таныс, бірақ басқа сияқты. Бұл сөздің астарында өткен өмір мен қазіргі жағдайдың айырмашылығы жатқан еді. Майра ештеңе демеді. Тек жанында үнсіз тұрды. Өйткені кейбір сөздерге жауап қажет емес. Сол күні колхоздағы жұмыс әдеттегіден ауыр болды. Адамдар аз, жұмыс көп. Майра күні бойы тыным таппай еңбек етті. Оның қолдары қажалып, денесі шаршағанымен ол тоқтаған жоқ. Ал Бауыржан да барынша көмектесіп жүр. Қолмен сипап шөп тасиды, су әкеледі. Кейде қателеседі, бірақ тоқтамайды. Бір сәтте Майра шелекті көтеріп жатып, қолынан түсіріп алды.
су төгіліп кетті. Ол бір сәтке тоқтап қалды. Шаршағаны анық көрінді. Бауыржан бірден сезді. Майра, не болды? Майра ештеңе деп жауап берді. Бірақ даусы әлсіз шықты. Сол кезде Бауыржан өзі еңкейіп, шелекті тауып алып, оны көтерді. Мен істеймін деді. Бұл сөз оның ішіндегі бір өзгерістің белгісі еді. Майра оған қарап қалды. Көзіне жас келді. Бірақ ол жыламады. Өйткені бұл әкесінің қайта тұрып келе жатқанының белгісі еді. Кешке қайтып келе жатқанда олар ұзақ үнсіз жүрді. Сосын Бауыржан жай ғана айтты. Сен мені ұстап тұрсың. Бұл сөзді ол баяу, бірақ анық айтты. Майра бірден жауап берді. Жоқ, біз бірге тұрмыз. Бұл жауап олардың арасындағы байланыстың қаншалық терең екенін көрсететін еді. Сол күннен бастап Бауыржан бұрынғыдан да сенімді бола бастады. Ол өзін толық болмаса да, біртіндеп қайта таба бастады. Ал адамдар да оларды басқаша қабылдай бастады. Бұрынғы аяушылықтың орнына енді құрмет араласты. Бірақ бұл сыртқы өзгерістерге қарамастан, үй ішіндегі жағдай әлі де күрделі болатын. Толқынның көңілі суып бара жатқаны анық сезіледі. Ол күйеуіне бұрынғыдай жақындай алмайды. Оның әрбір қимылына ішінен қиналып қарайды. Бірақ оны жасыруға тырысады. Ал Бауыржан мұны сезсе де ештеңе демейді. Өйткені ол енді бір нәрсені түсінді. Кейбір сезімдерді күштеп қайтару мүмкін емес. Майра болса осының бәрін көріп жүр. Оның ішінде бір қорқыныш пайда болды. Ол бұл үйде бір күні үлкен өзгеріс болатынын сезеді. Бірақ қашан екенін білмейді. Бір күні кешке ол сыртқа шығып, жалғыз отырып қалды. Аспанға қарап ұзақ отырды. Жұлдыздар баяғыдай жарқырап тұр. Бірақ оның ішіндегі тыныштық жоқ. Не болады екен, деген сұрақ маза бермейді. Ол өзіне ғана емес, тағдырға сұрақ қойып отырғандай еді. Бірақ жауап жоқ. Тек бір нәрсені ғана анық біледі. Ол әкесін ешқашан жалғыз қалдырмайды. Не болса да, қандай қиындық келсе де, ол соңына дейін қасында болады. Өйткені ол енді жай ғана қыз емес. Ол тірек. Ал Бауыржан үшін сол тірек өмірдің жалғыз жарығына айналған еді. Уақыт өткен сайын үй ішіндегі өзгеріс анық сезіле бастады. Бұрын іштен ғана байқалатын суықтық енді ашық көрінетін болды. Толқын бұрынғыдай емес еді. Ол күйеуіне қарағанда көзін тез тайдырып әкетеді. Сөйлесе де тек қажет кезде ғана қысқа жауап береді. Даусында жылылық жоқ. Тек міндет үшін айтылған сөздер ғана қалған. Оның бұл күйі күн сайын тереңдей түсіп бара жатқандай еді. Майра мұны күнде көріп жүр, бірақ ештеңе істей алмайды. Кейде анасының әкесіне тамақ беріп отырған сәтінде, оның жүзінен бір сәтке жиіркену сияқты белгі жылт етіп кеткенін байқап қалады. Сол сәт Майраның жүрегін тіліп өтеді. Ол көзін тайдырып, көрмегендей болады, бірақ бәрібір іштей қабылдай алмайды. Ал Бауыржан болса, көзі көрмесе де бәрін сезіп отыр. Адамның көңілін түсіну үшін көздің қажеті жоқ екенін ол әлде қашан ұққан. Дауыстың қалай шыққаннан, тыныстың қалай өзгергенінен ақ бәрін аңғарады. Бір күні кешкісін ол жай ғана сұрады. Толқын, сен маған бұрынғыдай қарамайсың? Бұл сөзді ол баяу айтты. Бірақ оның ішінде қаншалық ауыр сұрақ жатқанын сезбеу мүмкін емес еді. Толқын бір сәтке тоқтап қалды. Бірақ өзін тез жинап алды. Не айтып тұрсың? Деді салқын ғана. Бауыржан басын сәл еңкейтті. Білмеймін, бірақ сеземін. Осы сөзден кейін ұзақ үнсіздік орнады. Сосын Толқын терең күрсінді. Сен түсінбейсің. Бұл сөзді ол бұрында айтқан. Бірақ бұл жолы даусы басқаша шықты. Шашау мен ішкі күрес анық сезілді. Түсіндіріп көрші, деді Бауыржан жай ғана. Толқын біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын ішіндегі жиналған сөзді ұстай алмай, баяу сөйлей бастады. Бұрын сен қандай едің? Мықты, сенімді, бәрін өзі істейтін. Ол бір сәтке тоқтап қалды. Сосын әрең жалғастырды. Ал қазір бұл сөзді аяқтай алмады. Бірақ айтпаса да бәрі түсініктеді. Бауыржан үнсіз отыр. Оның жүзі өзгермеген. Бірақ ішіндегі дүниенің қалай күйреп жатқанын тек өзі ғана сезіп отыр. Мен өзімді жеңе алмаймын, деді Толқын ақырында. Бұл сөз бәрін айтып тұрды.
Бұл тек сыртқы өзгеріс емес. Бұл оның ішіндегі сезімнің өзгеруі еді. Сол сәтте үй ішінде ауыр тыныштық орнады. Майра бұл әңгімені сырттан естіп тұрды. Ол қозғала алмай қалған. Әр сөз жүрегіне қадалып жатыр. Ол енді бәрін түсінді. Бұл жай шаршау емес. Бұл суыну. Ал сол суынудың арты неге апаратынын ол ішінен сезіп тұр. Сол күннен кейін толқын одан сайын өзгерді. Ол жиі үйден шығып кететін болды. Кейде кешке дейін жоқ болады. Қайда кеткенін нақты айтпайды. Жұмыста болдым, деп қысқа жауап береді. Бірақ Майра бұл сөзге сенбейді. Бір күні ол анасының соңынан білдірмей еріп көрді. Толқын ауылдың шетіне қарай бет алды. Майра алыстан ғана қарап келеді. Жүрегі дүрсілдеп, не боларын білмей қорқып келеді. Толқын бір үйдің алдына барып тоқтады да, ішке кіріп кетті. Бұл үйді Майра танитын. Онда соғыстан аман келген бір ер адам тұратын. Сол сәтте Майраның ішіндегі бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ол бір орында тұрып қалды. Көзінен жас шығып кетті. Бірақ жылаған жоқ. Тек үнсіз тұрды. Жоқ, бұлай болмау керек, деп ішінен қайталай берді. Бірақ бәрі анық еді. Сол күннен кейін ол анасына басқа көзбен қарай бастады. Үйге келгенде Толқын ештеңе болмағанда жүре берді. Қайда болдыңыз деген сұраққа жұмыста деп жауап берді. Майра үндемеді. Бұл өтіріктің артында үлкен шындық жатқанын енді жақсы түсінді. Күндер өте келе жағдай одан сайын ушыға түсті. Толқын кейде үйге кеш келеді. Кейде балаларға да мән бермейді. Өз ойымен әлек. Бауыржан мұның бәрін сезіп жүр. Бірақ нақты не болып жатқанын білмейді. Бір күні ол жай ғана айтты. Егер бір нәрсе болса, маған айт. Толқын үндемеді. Бұл үнсіздік ең ауыр жауап болды. Майра екі ортада қалып қойды. Бір жағында әкесі, жараланған, бірақ жүрегі таза адам. Екінші жағында анасы, бірақ ол бұрын ғана емес. Майра не істерін білмеді. Бір күні түнде ол сыртқа шығып, жалғыз отырды. Жұлдыздарға қарап ұзақ отырды. Әке, біз не істейміз? Деп сыбырлады. Бұл сұраққа жауап жоқ еді. Бірақ ол бір нәрсені анық сезді. Бұл үйде бір күні біреу кетеді. Және сол күн жақындап келе жатыр. Ал ол күн келгенде бәрі өзгеріп кетеді. Майра мұны жүрегімен түсінді. Және сол өзгерістен қорықты. Бірақ соған қарамастан ол өзіне іштей ант берді. Не болса да, ол әкесін жалғыз қалдырмайды. Уақыт өткен сайын үй ішіндегі суықтық тек үлкендер арасында ғана емес, балаларға да әсер ете бастады. Бұрын Мырзабек пен кішкентай Бауыржан әкесінің жанында именіп тыныш жүретін, оның әр сөзіне құлақ асатын. Ал енді олардың мінезінде біртіндеп өзгеріс пайда болды. Бұл өзгеріс бір күнде болған жоқ, бірақ күн сайын аздап қосылып, ақыры анық байқалатын деңгейге жетті. Балалар көргені қайталайды, естігенін сіңіреді. Ал бұл үйде олар күн сайын анасының әкесіне деген салқын көзқарасын көріп жүрді. Толқын ашық айтпаса да оның қимылы, үнсіздігі, кейде байқалмай қалған күрсінісі балалардың санасына әсер етпей қалмады. Бір күні Майра ауладан кіріп келе жатып, үй ішінен күлкі естіді. Бұл кәдімгі баланың шат күлкісі емес еді. Бір түрлі, келемеж аралас күлкі болатын. Ол бірден тоқтап қалды, жүрегі бір түрлі шым етті. Ақырын есікке жақындап ішке қарады. Сол сәтте көрген көрініс оның жанын ауыртып жіберді. Мырзабек көзін жұмып алып, қолын алға созып, бөлменің ішінде сипалап жүр. Даусын әдейі өзгертіп, «Қайдасыңдар?» деп айтып жүр. Ал кішкентай Бауыржан қарқылдап күліп отыр. «Тағы да!» деп мәз. Бұл жай ойын емес еді. Бұл әкесін мазақ ету еді. Сол сәтте Майраның ішіндегі бір нәрсе жарылып кеткендей болды. Ол есікті тарс ашып кірді. Балалар бірден тоқтап қалды. «Не істер жатырсыңдар?» деді ол қатты дауыспен. Мырзабек абдырап қалды. Бірақ бір сәттен кейін өзін ақтағысы келгендей, «Біз жай ойнап жатырмыз», деді. Бірақ Майра бірден тоқтатты. Бұл ойын емес, даусы дірілдеп шықты. Кішкентай Бауыржан үндемей қалды. Ал Мырзабек болса қырсыға қарап тұр. «Ол бәрібір көрмейді ғой», деді ол. Осы бір сөз Майраға қатты соққы болды.
Көрмейді деп мазақ етуге бола ма? Деді ол. Даусы сынып бара жатыр. Ол ашуын ұстай алмады. Барып Мырзабектің құлағынан тартып жіберді. Әкең кім екенін білесің бе сен? Деді ол ашумен. Ол сен үшін соғысқан. Ол өзін құрбан етті. Бұл сөздер оның жүрегінен шықты. Мырзабек жылап жіберді. Бірақ бұл жылау түсінгеннен емес, қорыққаннан еді. Кішкентай Бауыржан да жылап қалды. Бірақ олардың көзқарасында шын өкініш жоқ еді. Бұл Майраны одан сайын ауыртты. Сол кезде есік жақта тұрған Бауыржан бәрін естіп тұрды. Ол үнсіз ғана кері бұрылып кетті. Бұл көріністі Майра байқап қалды. Жүрегі тағы да ауырды. Сол кеште үй ішінде тағы да үнсіздік орнады. Балалар бұрышта отыр, ештеңе демейді. Бірақ олардың көзқарасында бір түрлі салқындық бар. Майра мұны сезеді. Кешке әкесінің жанына келіп отырды. Әке, кешіріңіз деді жай ғана. Бауыржан неге деп сұрады. Майра, мен оларды тоқтата алмадым деді. Даусы әлсіз шықты. Бауыржан баяу күрсінді. Балалар ғой деді. Бірақ бұл сөздің ішінде ауырлық бар еді. Жоқ әке, лар түсінуі керек деді Майра. Бірақ Бауыржан басын шайқады. Зорлықпен құрмет болмайды деді жай ғана. Бұл сөз Майраны тоқтатты. Бірақ оның ішіндегі ашу басылмады. Келесі күндері ол інілерін әкесіне көмектесуге мәжбүрлей бастады. Бар су әкел. Әкеңе көмектес деп талап етті. Олар амалсыз істейді, бірақ іштей қаламайды. Кейде әдейі қате жасайды, су төгіп алады, ағашты дұрыс қоймайды. Сырттай бәрі кездейсоқ сияқты. Бірақ Майра бәрін түсінеді. Бір күні ол анасына қарап, неге сіз ештеңе демейсіз деді. Толқын қысқа ғана, қойындаршы деп жауап берді. Бірақ бұл сөзде күш жоқ еді. Балалар оны тыңдамады. Майра өзін жалғыз күресіп жүргендей сезінді. Бір күні бәрі шегіне жетті. Мырзабек тағы да әкесін келемеждеп жүр. Кішкентай Бауыржан күліп отыр. Майра көріп қалды. Бұл жолы ол жай ашуланған жоқ. Оның даусы бүкіл үйді жаңғыртты. Жетеді деді ол. Балалар шошып кетті. Әкем үшін ұялмайсыңдар ма деп айқайлады. Ол сендерді қорғады. Ол өзін құрбан етті. Даусы сынып кетті. Көзіне жас келді. Бірақ балалар үнсіз тұр. Олар толық түсінбейді. Дәл осы сәт Майра үшін ең ауыр болды. Өйткені ол бір нәрсені түсінді. Құрметті күшпен үйрету мүмкін емес. Сол түнде ол жалғыз отырып жылады. Неге бұлай болды деген сұрақ маза бермеді. Дәл сол кезде Бауыржан оның жанына келді. Жылама қызым деді жай ғана. Майра, мен шаршадым деді сыбырлап. Бауыржан білемін деді. Ол қызын құшақтады. Сен барсың ғой, маған сол жеткілікті деді. Бұл сөз Майраны бір сәтке тыныштандырды. Бірақ оның ішінде бір нәрсе анық болды. Бұл үй бұрынғыдай болмайды. Ал ең қиыны, бұл тек бастамас еді. Үй ішіндегі жиналған ауырлық енді сыртқа шығатын деңгейге жетті. Бұрын әркім өз ішіндегі сезімді жасырып жүрген болса, енді сол сезімдер бір-біріне соғылып, ашық қайшылыққа айнала бастады. Күн сайын байқалмай жиналған реніш, шаршау, түсінбеушілік бір күнде жарылып кететіндей күйге келген еді. Майра соңғы күндері біртүрлі алаңдаулы жүрді. Ол бір нәрсенің болатынын сезіп жүр, бірақ нақты не екенін білмейді. Толқында бұрынғыдай емес. Ол енді ештеңені жасырмайтын сияқты. Үйде жүргенімен ойы мүлде басқа жақта. Кейде тіпті біреуді күтіп отырғандай күй кешеді. Қайта-қайта сыртқа қарайды. Ал Бауыржан болса мұның бәрін сезіп отыр. Бірақ нақты не болып жатқанын білмейді. Соған қарамастан сұрамайды, өйткені ол жауаптан қорқатын сияқты. Бір күні кешкісін бәрі үйде отырғанда ауа біртүрлі ауыр болып кетті. Ешкім сөйлемейді, бірақ үнсіздіктің өзінде қысым бар. Сол сәтте Толқын кенет орнынан тұрды да, нық дауыспен айтты. Мен кетемін. Бұл сөз жай айтылған жоқ. Оның ішінде шешім бар еді. Үй ішінде бәрі тоқтап қалғандай болды. Майра бірден орнынан тұрды. Апа, не айтып тұрсыз деді аттырап. Бауыржан да басын сәл көтерді. Қайда кетесің деді баяу.
Толқын бір сәт үнсіз қалды, бірақ бұл жолы шегінбеді. Мен басқа адамды жақсы көрем, деді. Осы бір сөйлем үйдің ішін қақ айырғандай болды. Майра бір қадам артқа шегінді. Жоқ, деді сыбырлап. Бірақ бәрі анық еді. Бауыржан үнсіз отыр. Оның жүзі өзгермеген. Бірақ ішіндегі дүниенің қалай күйреп жатқанын тек өзі ғана сезіп отыр. Қашаннан бері, деді ол баяу. Толқын маңызы жоқ деп қысқа жауап берді. Мен саған ауыр болып тұрмын ба, деді Бауыржан тағы. Бұл сұрақта реніш жоқ. Тек шындықты білгісі келген адамның үні бар еді. Толқын көзін тайдырды да, иә, деді. Осы бір қысқа жауап бәрін аяқтады. Майра жылап жіберді. Сіз қалай бұлай айта аласыз, деді даусы дірілдеп. Ол сіздің күйеуіңіз. Ол біз үшін соғысты. Толқын кенет ашуланып кетті. Мен де адаммын, деді қатты дауыспен. Мен де өмір сүргім келеді. Мен осылай өмір сүре алмаймын. Бұл сөздер оның ішіндегі жиналған сезімнің бәрін сыртқа шығарғандай болды. Майра қатып қалды. Сонда біз ше, деді әрең. Толқын бір сәтке үнсіз қалды да, мен Мырзабек пен Бауыржанды аламын, деді. Бұл сөз Майраға тағы бір соққы болды. Ал мен ше, деген сұрақ оның аузынан өздігінен шықты. Толқын жауап бермеді. Бұл үнсіздік бәрінен ауыр еді. Майра бәрін түсінді. Анасы оны қалдырмақ. Сол сәтте оның ішіндегі бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ал Бауыржан осының бәрін үнсіз тыңдап отыр. Бір кезде ғана жай ғана айтты. Егер шешімің сол болса, бар. Бұл сөздің ішінде ешқандай айқай жоқ, тек ауыр қабылдау бар еді. Мен сені ұстамаймын. Толқын бұл жауапты күтпеген. Ол қарсыласу болады деп ойлаған, бірақ ештеңе жоқ. Бұл оны бір сәтке абдыратып тастады. Ештеңе айтпайсың ба, деді ол. Не айтайын, деді Бауыржан. Мені тоқтатпайсың ба, деді тағы. Бауыржан сәл ғана жымиғандай болды, бірақ бұл күлімсіреу ауыр еді. Тоқтатсам жүрегің қалады ма, деді. Бұл сұраққа жауап жоқ, өйткені шындық анық еді. Толқын үнсіз қалды. Бауыржан басын изеді. Онда бар. Осы сөзден кейін бәрі бітті. Сол түні Толқын заттарын жинай бастады. Үйдің ішінде бір түрлі қарбалас. Бірақ бұл кәдімгі көшу емес. Бұл отбасының ыдырауы еді. Майра бұрышта отыр, жылап отыр, бірақ дыбысын шығармайды. Мырзабек толық түсінбесе де анасының соңынан еріп жүр. Кішкентай Бауыржан да соның жанында. Майра орнынан тұрып анасына жақындады. Бармаңызшы, деді жай ғана. Бұл сөзде қаншалық өтініш бар еді. Толқын бір сәтке тоқтап қалды, бірақ көп тұрмады. Кешір, деді де балаларды шақырды. Жүріңдер. Мырзабек бірден барды. Кішкентай Бауыржан да ерді. Майра олардың соңынан қарап қалды. Жүрегі жыртып бара жатқандай. Бармаңдаршы, деді сыбырлап. Бірақ ешкім тоқтамады. Есік ашылды да жабылды. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Бұл тыныштық бұрынғыдай емес еді. Бұл бос қалған үйдің тыныштығы еді. Майра орнында тұрып қалды. Сосын жайлап отырып, жылап жіберді. Ал Бауыржан орнында отыр. Ол жыламайды. Бірақ оның ішіндегі ауырлық бәрінен ауыр еді. Бір кезде ол орнынан тұрып қызының жанына келді. Қолын оның иығына қойып, жай ғана айтты. Біз екеуміз қалдық, қызым. Майра бірден әкесін құшақтап алды. Біз бірге боламыз. Осы сөз олардың жаңа өмірінің басы болды. Бірақ бұл өмір оңай болмайтыны анық еді. Толқын кеткеннен кейін үй мүлде өзгеріп кетті. Бұрын бұл шаңырақта қанша ауырлық болса да, тіршілік бар еді. Балалардың дауысы, ананың жүріс-тұрысы, күнделікті ұсақ дыбыстар, бәрі бір өмірдің белгісі болатын. Ал енді сол дыбыстардың орнына бос тыныштық келді. Бұл тыныштық жай ғана үнсіздік емес. Бұл ішін қарып тұрған жалғыздықтың тыныштығы еді. Майра таңертең оянғанда бір сәтке бәрін ұмытып кеткендей болады. Бәрі бұрынғыдай шығар деген әлсіз үміт жылт етіп өтеді. Бірақ бірден есіне түседі. Анасы жоқ, інілері жоқ. Үйде тек өзі мен әкесі ғана. Сол сәтте жүрегі қайтадан ауырлап кетеді. Бірақ ол көз жасына ерік бермейді. Өйткені енді жылауға болмайтын сияқты.
Енді ол әлсіздікке жол берсе, әкесі одан сайын күйреп кететіндей көрінеді. Сондықтан ол ерте тұрып, бұрынғыдан да тез қимылдай бастайды. Пеш жағады, су тасиды, тамақ істейді, бәрін өзі істейді. Бұрын да істейтін. Бірақ енді бәрі толықтай соның мойнында. Бауыржан да өзгерген. Ол бұрынғыдан да тынышталып кеткен. Көп сөйлемейді. Кейде ұзақ уақыт бойы бір орында отырып қалады. Ойға батып кеткендей. Бірақ ол да бір нәрсені анық түсінді. Енді ол тек өзін емес, қызын ойлау керек. Бір күні кешке олар үнсіз отырып тамақ ішіп отырғанда, Бауыржан кенет сөйледі. Майра, сен өзің туралы ойлауың керек. Бұл сөз Майраны бір сәтке тоқтатты. Қалай? Деді ол. Бауыржан баяу жауап берді. Сен әлі жассың. Өмірің алда. Сен тек мен үшін өмір сүрме. Бұл сөз Майраға ауыр тиді. Мен сіз үшін өмір сүріп жүрген жоқпын, деді ол бірден. Бірақ Бауыржан басын шайқады. Сен бәрін маған қарап істеп жүрсің. Мен сенің өміріңді ұстап отырмын. Бұл сөздер оның ішіндегі шындықты айтып тұрғандай еді. Майра үндемей қалды. Ол не айтарын білмеді. Өйткені бұл сөздің ішінде шындық бар. Бірақ ол оны қабылдағысы келмейді. Ол әкесінің жанына жақындап, жай ғана айтты. Маған ештеңе керек емес. Сіз барсыз. Бауыржан сәл ғана күрсінді. Жоқ қызым, саған бақыт керек. Бұл сөзді ол ерекше айтты. Мен сенің күліп жүргеніңді көргім келеді. Майра көзін төмен түсірді. Мен бақыттымын, деді жай ғана. Бірақ Бауыржан бірден жауап берді. Жоқ, сен тек шыдап жүрсің. Бұл сөз Майраның жүрегіне тиді. Сол түні ол ұзақ ұйықтай алмады. Әкесінің сөздері ойынан кетпейді. Мен шынымен тек шыдап жүрмін бе? Деген сұрақ оны мазалай берді. Келесі күндері Бауыржан бұл әңгімені қайта қозғай бастады. Сенің біреуің бар ма? Деп сұрады бір күні. Майра абдырап қалды. Жоқ, деді. Неге? Деген сұрақтан кейін ол жауап таба алмады. Уақытым жоқ, деді жай ғана. Бауыржан сәл жымиғандай болды. Уақыт табылады, деді. Сосын біраз үнсіз қалып тағы да айтты. Мен сенің жалғыз қалғаныңды қаламаймын. Бұл сөздің ішінде оның өз тағдыры жатқандай еді. Майра оны түсінді. Сол күні кешке ол ұзақ ойланды. Әкесінің сөздері дұрыс, бірақ оның өмірінде ешкім жоқ. Ол оған дайын да емес, бірақ әкесін уайымдатқысы келмейді. Сол сәтте оның ойына бір нәрсе келді. Келесі күні әкесі тағы сұрағанда, ол бір сәт тоқтап, сосын жай ғана айтты. Бар. Бұл сөзді айтқанда жүрегі қатты соғып кетті. Бауыржан бірден селт етті. Кім? Деді. Даусында қуаныш пайда болды. Майра бір сәт ойланбаста жауап берді. Мейрамбек. Бұл атты ол өздігінен айтып жіберді. Өзде қалай шыққанын түсінбей қалды. Қай жақтан деген сұраққа қаладан деді. Не істейді дегенде агроном сияқты деп жауап берді. Ол өзде не айтып тұрған толық түсінбейді, бірақ тоқтай алмады. Бауыржан қуанып кетті. Жақсы екен, оқыған бала ғой, дұрыс, деді. Сосын бірден, оны үйге әкел, танысайын деді. Осы сөз Майраны тоқтатты. Жүрегі зу ете қалды. Әлі ерте, деді ол. Бірақ Бауыржан, ерте емес, мен көрмесем де сөйлелескім келеді, деді. Майра не айтарын білмеді. Кейін, деді әрең. Сол түні ол өзіне өзі ашуланды. Неге өтірік айттым, деп ойлады. Бірақ бәрі кешеді. Енді бұл өтіріктің соңы қайда апаратын өзі де білмейді. Ал Бауыржан сол түнде ұзақ уақыттан кейін алғаш рет тыныш ұйықтады. Оның жүрегінде үміт пайда болды. Ал Майра қараңғыда көзін ашып жатып, енді не істеймін деп ойлап жатты. Ол өзі құрған өтіріктің ішінде қалып қойғанын түсінді. Бірақ бәл сол сәтте ол білмеді. Тағдыр оның өміріне шын мәнінде бір Мейрамбекті алып келетінін. Сол өтіріктен кейін Майраның өмірі бірден өзгеріп кеткендей болды. Енді ол тек үй мен жұмыс туралы емес, айтқан сөзінің салдары туралы да ойлайтын болды. Әкесі күн сайын Мейрамбек туралы сұрайды. Қашан келеді? Қандай жігіт? Қай жерде жұмыс істейді? Деген сұрақтар көбейген сайын Майраның ішінде мазасыздық та күшейе берді.
Ол әр сұраққа жауап табуға тырысады. Бірақ әр жауап жаңа бір өтірікке алып келетінін түсінеді. Сондықтан кейде әңгімеден қашып, басқа іске кірісіп кетеді. Бірақ бұл ұзаққа созылмайтынын өзі де біледі. Бір күні колхоздан қайтып келе жатып, ол тағы да сол ойларға батып кеткен еді. Басы төмен, көзі жолда емес ойында ғана, сол сәтте біреуге соқтығысып қалды. Екеуі де селк етіп тоқтады. Кешіріңіз деген дауысты естіді. Майра бірден ашуланып кетті. Өзі кінәлі болса да, ішіндегі күйзелісті сыртқа шығарғандай. Жолға қарамай жүрмейсіз бе деді. Қарсы тұрған жігіт бірден абдырап қалды. Кешіріңіз, мен жаңа келдім, жолды білмей тұрмын деді ол. Даусы ияң, сәл қысылып тұрғаны байқалады. Майра бір сәт оған қарап қалды. Жігіттің түрі ауыл адамдарына ұқсамайды. Киімі жинақы, сөзі байыпты, көзі сәл төмен қарап тұр. Бірден қаладан келгені байқалады. Қайда бара жатырсың? Деді Майра сабырлырақ. Колхоз төрағасын іздеп едім, деді жігіт. Ол мұнда болмайды қазір, деді Майра. Көбіне далада жүреді. Жігіт бір сәт ойланып қалды. Онда үйін табуға көмектесе аласыз ба, деді. Дәл сол сәтте Майраның жүрегі біртүрлі соғып кетті. Ішінен бір ой жылт етті. Ол бір қадам жақындап, кенет сұрады. Атың кім? Жігіт сәл таңданып, Мейрамбек деді. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Майраның көзі үлкейіп кетті. Жүрегі қатты соғып кетті. Бұл жай ғана сәйкестік емес сияқты көрінді. Сен агрономсың ба? Деп сұрады ол. Жігіт одан сайын таңданып, иә, қаладан келдім, жаңа ғана бөліндім, деді. Майра бір сәтке не айтарын білмей қалды. Бірақ келесі сәтте шешім қабылдады. Мен сені апарамын. Бірақ сен маған көмектесесің, деді ол. Мейрамбек түсінбей қалды, бірақ басын изеді. Қалай көмектесем, деді. Майра терең дем алып, бәрін қышқаша айтып берді. Әкесінің соғыстан соқыр болып келгенін, оның өзі үшін уайымдайтынын, сол үшін өтірік айтқанын, жігітім бар дегенін, аты Мейрамбек екенін, енді әкесі онымен танысқысы келетінін. Ол бәрін айтып болғанда, біраз уақыт үнсіздік орнады. Мейрамбек не айтарын білмей тұр. Бірақ оның көзқарасында түсіну бар еді. Ол бұл жағдайдың жай өтірік емес, шарасыздықтан туғанын сезді. Сонда мен сенің жігітің болып көрінуім керек пе, деді ол баяу. Майра басын төмен түсіріп, уақытша ғана, деді. Даусы әлсіз шықты. Мейрамбек біраз ойланып тұрды. Бұл жағдай оған тосын. Бірақ алдында тұрған қыздың шынайылығы оны тоқтатпады. Ол жай ғана жымиып, жарайды, деді. Майра басын көтеріп, шын ба, деді. Көзінде үміт пайда болды. Иә, көмектесем, деді Мейрамбек. Ол өзі де неге келіскенін түсінбеді. Бірақ бір нәрсе оны осы шешімге итермеледі. Майра алғаш рет жеңіл дем алғандай болды. Рахмет, деді жай ғана. Олар бірге жолға шықты. Ауылдың ішімен баяу жүріп келеді. Енді бұл жол бұрынғыдай емес. Бір жағынан өтіріктің жалғасы, екінші жағынан бергісіз бір жаңа нәрсенің басталуы. Екеуі көп сөйлемейді. Бірақ олардың арасында бір түсіністік пайда болғандай. Ал Майраның ішінде бұрын болмаған бір сезім ояна бастаған. Ол оны өзі де түсінбейді. Бірақ жүрегі бұрынғыдай ауыр емес, біртүрлі жеңілдеп қалғандай. Ал алда не болатынын ешқайсысы білмейді. Бірақ дәл сол күн олардың өмірін өзгертетін күн екенін тағдыр әлде қашан шешіп қойған еді. Мейрамбекпен кездескеннен кейін Майраның ішінде бір өзгеріс пайда болды. Ол бұрынғыдай тек ауыр ойлармен жүрмейтін болды. Енді оның ойында бір үміттің ұшқыны бар еді. Бірақ сол үмітпен бірге қорқыныш та қатар жүрді. Өйткені ол әлі де өтіріктің ішінде тұрғанын түсінеді. Ал сол өтірік енді әкесінің алдында шындыққа айналуы керек. Келесі күні кешке Майра Мейрамбекті үйге алып келді. Есік алдында бір сәт тоқтап қалды. Жүрегі қатты соғып тұр. Дайынсың ба? Деп сыбырлады. Мейрамбек басын изеді, бірақ оның да қобалжып тұрғаны байқалады. Майра есікті ашты. Үйдің ішінде Бауыржан отыр еді. Ол бірден басын көтерді. Майра, сен бе? Деді. Иә, әке, мен келдім, деді Майра. Даусы сәл дірілдеп шықты. Сосын бір сәт кідіріп, мен жалғыз емеспін, деді. Осы сөзден кейін үй ішіндегі ауа өзгеріп кеткендей болды.
Бауыржан бірден тіктеліп отырды. Келдің бе? Деді даусы жылырақ шығып. Мейрамбек алға бір қадам басып, ассалаумағалейкум, деді сыпайы түрде. Бауыржан басын изеді. Уағалейкум ассалам. Қарағым, жақында, деді. Даусында бір ерекше жылылық бар еді. Ол қолын созды. Мейрамбек жақындап барып, оның қолын ұстады. Бауыржан оның қолын сипап көрді. Бұл оның адамды көру тәсілі еді. Бір сәт үнсіз қалды да, жақсы бала екенсің, деді. Бұл сөз жай ғана айтылған жоқ. Оның ішінде әкелік түйсік бар еді. Майра сол сәтте көзін төмен түсірді. Жүрегі қатты соғып тұр. Ол өтіріктің шындыққа айналып бара жатқанын сезді. Олар бірге отырып шай ішті. Мейрамбек өзін ұстап отыр. Артық сөйлемейді. Бірақ әр сөзі орынды. Бауыржан оған түрлі сұрақтар қояды. Қай жақтансың? Атанаң бар ма? Естисің? Мейрамбек бәріне сабырмен жауап береді. Оның даусында шынайылық бар. Бұл жауаптар өтірікке ұқсамайды. Майра соны байқап отыр. Бір сәтке ол бәрін ұмытып кеткендей болды. Бұл шынымен оның жігіті сияқты сезілді. Сол кештен кейін Мейрамбек жиі келе бастады. Кейде жұмысқа көмектеседі. Кейде жай ғана келіп, Бауыржанмен сөйлеседі. Уақыт өте келе, олардың арасында да бір жақындық пайда болды. Бауыржан оны ұнатып қалғаны анық еді. Жақсы бала, деп жиі айтып отырады. Ал Майра болса күн сайын бір нәрсені сезе бастады. Бұл енді жай өтірік емес. Бұл бір шындыққа айналып бара жатыр. Мейрамбек те өзгеріп келе жатты. Ол алғашында тек көмектесу үшін келген болса, енді өзі келгісі келетін болды. Майрамен сөйлескісі келеді. Оның жанында болғысы келеді. Бір күні олар екеуі сыртта отырғанда, ұзақ үнсіздіктен кейін Мейрамбек жай ғана айтты. Мен саған өтірік үшін емес, өзім үшін келе бастадым. Бұл сөз Майраны тоқтатты. Ол бірден жауап бере алмады. Жүрегі қатты соғып кетті. Мен, деді де тоқтап қалды. Өйткені ол да сол сезімді іштей мойындап қойған еді, бірақ айтуға қорқып тұр. Мейрамбек оған қарады. Сен жалғыз емессің, деді жай ғана. Бұл сөз Майраның ішіндегі ауырлықты бір сәтке жеңілдеткендей болды. Сол сәтте ол алғаш рет өзін әлсіз сезінуге рұқсат бергендей болды. Көзінен жас шығып кетті. Бірақ бұл жолы ол жас қайғының емес, жеңілдеудің жас еді. Уақыт өте келе, олардың өмірі біртіндеп өзгере бастады. Бұрынғыдай ауыр болмаса да, өткеннің ізі әлі де бар. Бірақ енді сол ауырлықтың ішінде жарық пайда болды. Бауыржан да өзгерді. Ол бұрынғыдай тұйық емес, кейде күліп қояды, кейде әзіл айтады. Оның даусында қайтадан өмір пайда болғандай. Бір күні кешке ол жай ғана айтты. Майра, мен сен үшін уайымдамайтын болдым. Бұл сөз Майра үшін бәрінен маңызды еді. Ол әкесіне қарап жымиып қойды. Ал Бауыржан қолын созып, оның басынан сипады. Сен бақытты болуға лайықсың, деді. Бұл сөз осы оқиғаның ең маңызды түйіні еді. Өйткені осы уақытқа дейін Майра тек шыдап келген болса, енді ол өмір сүруге мүмкіндік алды. Сол түні ол сыртқа шығып аспанға қарады. Жұлдыздар баяғыдай. Бірақ бұл жолы оның ішіндегі сезім басқа еді. Енді ол тек күтіп тұрған жоқ. Енді ол алға қарай жүріп бара жатыр. Ал жанында оны түсінетін, қолдайтын адам бар. Ал үйде оның кірегі болған әкесі бар. Өмір толық болмаса да, енді онда үміт бар еді. Ал үміт бар жерде адам қайтадан өмір сүре бастайды. Достар, осы оқиғаны тыңдап отырған сізге бірнеше сұрақ бар. Қазір сағат нешеде тыңдап отырсыз? Қай қаладан немесе қай ауылдан бізді тыңдап отырсыз? Толқынның іс-әрекетіне деген ойыңыз қалай? Майраның орнында сіз болсаңыз, анаңыздың шешімін кешіре алар ма едіңіз? Ал Бауыржанның орнында болсаңыз, дәл солай үнсіз қабылдай алар ма едіңіз? Пікірлерге міндетті түрде жазыңыздар. Сіздердің ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Және егер осындай жүрекке тиетін оқиғалар ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.